Биыл үздік футболшыға алтын допты тапсыру салтанаты 68-ші рет ұйымдастырылмақ. 28 қазан күні Париждегі Шатле театрында соңғы маусымда керемет ойынымен көзге түскен футболшылар марапатталады. 1956 жылдан бері ұсынылып келе жатқан сыйлықты ең алғаш рет Франс футбол журналының бас редакторы Габриэль Ано ойлап тапқан еді. Ал оның алғашқы иегері англиялық Blackpool футбол клубының ойыншысы Стэнли Матьюс. Марапаттау дәстүрі осыған дейін 40 құбылды. 1956-1995 жылдар аралығында сыйлық тек еуропалық футболшыларға тапсырылса, 1995 жылдан кейін еуропалық командада ойнайтын әлемнің кез келген ойыншысына ұсынылады. Осылайша алтын топтың қарт құрлықта тұрмайтын ең алғашқы иегері болып, Милан сапында ойнаған либериялық Джордж Виа атанды. Жалпы үздікті анықтауда 50 жылдай тек журналистер дауыс беріп келсе, 2007 жылдан бастап оларға ұлттық құрамалардың бас бапкерлері мен капитандары қосылды. Сонымен қатар, сол жылдан бері әлемнің кез келген клубында ойнайтын кез келген футболшы үздік атана алатын мүмкіндікке ие болды. Аргентиналық Лионель Месси алтын доп алудан алдына жан салар емес, оның еншісінде қазір 8 алтын доп бар. Ол 4 жыл қатарынан үздік деп танылған жалғыз спортшы. Екінші орында 5 алтын допты иеленген Криштиану Роналду тұр. Ал соңғы маусымның қорытындысы бойынша алтын допқа үміткер ретінде 30 футболшының аты тізімге ілікті. Олардың ішінде Реал Мадридтің 7 ойыншысы бар. Атап айтар болсақ, Винисиус, Беллингем, Карвахаль, Рюдигер, Вальверде, Мбаппе және спорттық мансабын аяқтаған Тони Кросс. Мамандардың пікірінше, биыл басқаларға қарағанда бразилиялық футболшы Винисиустың бәсі жоғары болып тұр. Одан кейін Родри, Карвахаль, Беллингем деген ойыншылардың аты аталады. Биылғы тізімде Месси мен Роналдудың жоқтығы бірден көзге түседі. Тіпті тізімдегілердің қай-қайсысы да алтын допты алғаш рет жеңіп алатын мүмкіндікке ие. Сондай-ақ 28 қазан күні әйелдер арасында да үздік футболшы анықталатынын еске саламыз. Жалпы алтын допты қыздарға да тапсыру дәстүрі 2018 жылдан бастап ұйымдастырылып жүр. Екі дүркін жеңімпаз ретінде испаниялық Алексия Путелес танымал. Ал биылғы тізімге іліккен 30 футболшының ішінде барселоналық Айтана Бонматидің мүмкіндігі жоғары. Ол осы сыйлықты өткен жылда қанжығасына байлаған еді. Сонымен биылғы алтын допқа кім лайықты? Кімнің жолы болады? Видеоға лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.